қандай керемет. Көне тарихтың үні дала рухының тынысын бүгінге жеткізіп тұр. Ол ұлттың жаны, халықтың жүрек соғысы. Сол асыл мұраны сахнада қайта жаңғыртып жүрген Құлансаз фольклорлы этнографиялық ансамблі дәстүр мен заманды тоғыстырған бірегей өнер ұжымы. Армысыздар, қымбатты өнерсүйер қауым. Ансамбльдің репертуары халқымыздың сан ғасырлық өмірінің айнасы. Онда күмбірлеген күй, әуелеген халық әндері, тұрмыс салт жырлары, батырлар эпосының әуендік көріністері кеңінен орын алған. Әрбір туындының әуезді үні сондай-ақ белгілі бір оқиғаның, сезімнің, тұтас бір дәуірдің тынысын сезінеміз. Бүгін студиямыздың төрінде Құлансаз фольклорлы этнографиялық ансамблі. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Иә, ұлттық өнеріміздің асыл қазынасын жаңғыртып жүрген бірегей ұжым Құлансаз ансамблінің құрылғанына 46 жылдан аса уақыт өтіпті. Жылдар жылжып, буындар алмасқанымен Құлансаздың рухани бағыты өзгерген жоқ. Бүгінде Құлансаз ұлттық құндылықтарды ұлықтап, бабадан жеткен мұраны бүгінгі күнге аманат етіп отырған рухани қазына. Мәдениетіміздің айшықты өрнегі іспетті. 46 жыл тарихы бар өнер ұжымы әлі талай шығармашылық ізденістермен қуантады деген сенімдеміз. Құлансаз фольклорлы этнографиялық ансамблінде шығармашылық шабыт, толағай табыстар тілейміз. Бүгін Алатау әуендері концерттік ұйымының директоры, мәдениет саласының үздігі Батырова Ұлпан Құдайбергенқызы және Құлансаз фольклорлы этнографиялық ансамблінің көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Жалбыров Марат Иманбайұлы және Алатау әуендері концерттік ұйымының бас режиссері Ағабылов Медет Майтанұлы. Біздің хабарымызға арнайы келгендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Рахмет. Қош келдік. Иә, Кеңес одағы ыдыраған жылдары және ел тәуелсіздігінің қалыптасу кезеңдерінде Құлансаз ансамблі өзінің жұмысын уақытша тоқтатуға мәжбүр болды. Алайда бүгін мемлекеттің қолдауы арқасында ол қайта жаңғырды. Енді әңгімеміздің әлқиссасын Құлансаз ансамблінің құрылуынан бастасақ. Құлансаз ансамблі 1979 жылы Әсет Бейсеуов ағамыздың қолдауымен құрылған ұжым. Өзіңіз айтқандай, шынымен де сонау кеңес дәуірінде аумалы төкпелі уақытта біраз дүркіреген ұжым тарап кетіп, кейіннен осы облыс әкімінің қолдауымен 2011 жылы Алатау әуендері концерттік ұйым болып, қайтадан жаңғырған Құлансаз болып қайта қалыптасты жастардан. Бүгінгі уақытта осы Құлансазды біз үшінші толқыны қазір жұмыс жасап жатқан Құлансаздың. Жалпы Құлансаз деп неге аталады деп көп сұрақтар болып жатады бізде. Енді бұл жерде өзі екі сөзден құралған ғой, құлан және саз. Құлан деген енді өздеріңіз білесіздер. Әсет Бейсеуовтың негізі Құлансаз деген әні бар, тамаша. Біз қазір репертуарымызда сол әнді орындаймыз. Ал құлан деген енді жалпы кең далада емін еркін жүретін жаңағы ат тектес, жылқы тектес жаңағы аң ғой. Сондықтан ал енді саздың ішінде ән, күй, саз, музыка бәрі бар. Сондықтан осы екі сөзді құрап, біздің өнеріміз, дәстүріміз құландай болып, еркін болып самғасын деген өзі ойнақы сондай ниетпен қойылған ба деген ойымыз бар. Сондықтан Құлансаз деп аталамыз. Енді Құлансаз дегенде бірден фольклорлық этнографиялық ансамбль туралы айтып отырмыз ғой. Тағы да қандай ұжымдар кіреді? Біз жалпы ұжымымыз Алатау әуендері концерттік ұйым болып аталамыз. Соның ішінде Құлансаз фольклорлы этнографиялық ансамблі бар, Құлансаз ұжымының бишілері бар және әншілеріміз, ол жерде әншілеріміз дәстүрлі әншілер, эстрадалық жанрдағы әншілер, классикалық әншілер бөлінеді. Демек, бір концертте түрлі жанрда өнер көрсетесіздер. Енді Құлансаз ансамблінің құрамында қанша музыкант бар? Құрамында 12 музыкант бар. Әрбір аспаптар, өзіңіз білесіз, фольклорный аспаптары бар. Енді домбыра мен қобыздар енді өзі белгілі. Арамызда сол фольклорный аспаптар қосқанда жаңағы шаңқобыз, састырнай, үскірік, сыбызғы, жетіген соларды қосқанбыз.
Содан бері репертуарды барлығын өзгертіп жатырмыз. Басында фольклорный, енді фольклордан басталғаннан кейін фольклорный шығармалар болды. Ары қаратай кетіп, енді осы өңірдің басын бастаған жаңағы Сүйінбай Жамылдан бастап, жаңағы өзіміздің осы өңірдің күйлерінен бастап, Қожеке, Байтеке, солардың енді ары қаратай жылжысақ, кішкене өзгерту керек қой енді. Өз өңірінде отыра бермей, батыстың күйлері, Құрманғазының күйлері, мына жақта Қазанғаптың күйлері, Арқаның күйлері, Тәттімбетіміз бар, сол бүкіл жаңағы Қыздарбек бар, соларды репертуарға енгізіп, қазір енді заманға сай репертуарымызды одан сайын өзгертіп, жас композиторлар бар, Қуаныш Жұмағали деген, Ермек Өміров деген, солардың шығармаларын енгізіп жатырмыз репертуарымызға. Және классикалық шығармаларды кіргізіп жатырмыз. Бір орында отыра берсең, отырып қаласың. Содан кейін репертуарды өзгертпесеңіз, қызық болмай кетеді. Өздері кілең жастар. Орындаушының өздеріне де қызық емес. Кілең жастар, олар жылынып тұр, жаңағы оттай жанып тұр. Соларға қызық болады ғой. Бір ғана күйлерді ойнасақ, ол өте тоқтап қалатын түріміз бар. Арамызда енді режиссер отыр, Медет мырза, қандай тың идеяларды іске асырып келе жатсыздар? Енді біз қазір осы Қуансаз ансамблінде жаңа форматтағы жұмыстарымызды көрсетіп жатырмыз. 2 жылдан асты. Бірінші жобамыз біздің болған ол Қуансаз Stories концерті. Қуансаз Stories ол қазіргі уақытта айтқан кезде заманауи тілмен көп стильдердің 19 ғасырдың басындағы, мысалы, романтизм дейміз да, реализм, сюрреализм, соның бәрін алып келген кезде модерн келді, модерннен постмодернизм уже 19 ғасырдың аяғындағы, сөйтіп 21 ғасырға келген кезде біз тіреліп бір шекке келдік те, енді адамдар іздей бастайды, стильдің бәрі бітті, не істейміз деген кезде біз полистилизмге келеміз. Яғни поли деген полифония деген кезде көп тыңдаушы ретінде, көп стиль ретінде, сол стильді бәрін бір ыңғайға қосып, және айтқандай фольклорлық ансамбліміз бар, аспаптардан құралғанда билеріміз бар, әншілеріміз бар. Соның бәрін қосып, полистилизмді алып, сонымен Қуансаз Stories деген жобаның концерті шықты. Енді ол концертте бізде жаңа форматта деген кезде, оның ішінде кіретіндер бізде леттің каждый өзінің секундда істеп тұрған жұмыстары бар. Жай ғана как фон ретінде жұмыс істеп тұрған жоқ, ол өзінің жұмысын атқарып тұр, бізбен бір деммен. Және көрермен де сол концертті көрген кезде өзі бір рухани, рухты, және еліме деген сүйініспеншілігі, отанға деген махаббаты, және біздің құндылықтарымыз, яғни отбасылық құндылықтарды, ананы сыйлау, отбасын сыйлау, кішіні құрметтеу, соның бәрі араласқан кезде сол Қуансаз Stories-пен концертімен көрсетіледі. Және көрерменнің көп пікірлері өте сондай қуанышты пікірлер қалдырады. Өздерінің мына аш қарындары, енді адамдар қарны аш болғанда тәтті тамақ жеген, мәдени, сол мәдени кішкене бір жаңалықты сұрағаннан кейін, біз соны қойғаннан кейін, қазір көп көрермендеріміз өте қуанышты болып, көңілдері де тоқ болып отыр. Сол концертті қазір ары қарай да жұмысын жалғастырып жатырмыз. Және соған байланысты өткен жылы бізде Нұрғиса ағамыз Атабайұлының 100 жылдығы мерейтойы болды. Соған ғасыр маржаны деген жобаны жасадық. Енді ол да өзінше бір жаңа формат. Неге десеңіз, енді ансамбльде ешкімде көп қолданып жатқан жоқ. Қазіргі уақытта фольклорлы, яғни инструмент ұстайтын біздің жастарымызды біз кішкене биге салып жатырмыз. Қолдарына алып, енді олар күнде инструмент ұстайды, бірақ та слухтары болғанымен де қимыл әрекетті бөлек қимыл. Көрермен күтпейді ғой музыкант әртістерден. Бірақ та көрермен білмейді, что ол ансамбль. Тосын сый. Және оның ішінде бізде әншілер бар. Бишілерімізге ешқандай сөз жоқ, олар өзінің денелерімен бәрін біледі, яғни координация қатты жұмыс жасап жатыр. Сонымен біз веерларды алып, Нұрғиса ағамыздың арманы бүкіл қазақ инструменттері сахнада как оркестр ретінде
құрсам екен деген арманы орындалды. Сол арманын көрсеткіміз келді. Вердің бір беті бізде қазақ аспаптары болды инструменттерінің, және екінші беті махамбет күйінен құралған нотадан шырқалды. Сонымен ең аяғында өзінше бір естелік ретінде, ескерткіш ретінде үлкен Декорация дейсіз. жүз жылдығына арналған ескерткіш. иә, ескерткіш, сондай бір ескерткіш болса екен деген сияқты. Жан жағы вердің іші нота, сырты бәрі инструмент. Мен ойлағам, сіздерде көбіне концерттік формат деп. Онда мен елестетіп тұрғаным кәдімгі театрлық қойылым сахнасы болып тұр, декорациясымен бәрімен, иә? Жоқ, ол- Қалай іске асырылады бұл? Ол енді қалай айтсам сізге, театрдікі ол бөлек, ол жерде актер бар, ол жерде реквизит істейтін адамдар бар, бұл жерде біз бәріміз өзіміз жасаймыз. Мюзикл сияқты, иә? Мюзиклға жақын. Иә, бұл жерде формат мюзикл емес, бұл жерде формат енді такой, знаете, бір деммен алатын, мысалы Құланса сторис, ол полистилизм стилі, яғни әрбір концерттерден құралған идея неге алып келеді? Концерттің бір деммен көруге алып келеді. Тоқтамай, ешқандай жүргізуші шықпайды сахнаға, бәрі бір деммен өтеді. Ал жәнегі ғасыр маржан деген Нұрғиса Атабайұлының ағамызға арналған қойылым, ол концерттің ашылуына арналған жеке бір номер өзінше. Ансамбльдің репертуарын жаңа айтып отырмыз ғой. Тағы да қандай тың шығармалармен толықтырмақшысыздар? Енді репертуарын көбейтпестен, Шамамен қанша шығарма бар репертуарда? репертуарда бір 500 шығармалай бар. Оның барлығын кім өңдеу жұмысымен айналысады? Өңдеу енді өзім өңдейтін, көмектесетін жігіттер бар, жаңа айтып жатқан Есімдерін атап Қуаныш Жұмағали, Ермек Өміров, Ықылас Нұрғалиев бар ағамыз. Жастардан тағы қатары толығып жатыр ма? Иә, жастардан Бетбұрысы қалай жастардың арасында? Осы сұрақ кішкене бізде жастар қызығып тұрған сол, сияқты. қазір жастар көп қой. Жаңағы коллективіміз өзі кілең жастар. Соларға жаңағы ұсыныс тастап, осылай қалай ойлайсыңдар деп нетсек,
айтсақ, олар ақырын бастады енді. Былай жасайық, былай жасайық, кішкене тәжірибелері аздау, содан кейін сұрайды да, оған көмектесесің, сонда Иә. ғана бірге жаңа творческий байланыс. Ағалық бірге біліміңізбен бөлісуіңіз соны бір-бірімен бөліскен кезде, сол кезде ол бір үлкен нәрсе шығады. тәжірибемен келеді, тәжірибе керек оған. Солардың Бірден кішкене тәжірибелері жетіспейді, бірақ ішіндегі нелер, талаптар көп та, соны ойын айтса, мен мына жағынан Толықтырасыз. толықтырамын. Мен мына жағын айтсам, олар толықтырады. Содан бері жастарымызбен бірге жаңадан шығармалар шығып жатыр. Иә, өте Жаңа жақсы. классикаға байланысты. Сосын кішкене эстрада жаққа, мынау аспаптармен қалай эстрада ойнауға болады. Любой нәрсені ойнай алмайсың ғой, эстрадный или. Содан кейін жастармен тығыз байланыстамыз. Жаңа өзінің ансамбль мүшелерімен. Оның үстіне сіздерде эстрадамен орындауға әбден мүмкіндік бар. Бар. Жаңа эстраданың әншілері бар ғой. Оларда мен мынау әнді қалай, халық әндер ол бір жөн, фольклорный әндер бір жөн. Мынандай эстрадный әнді қалай айтсам ансамбльмен деп, солардың ұсыныстарын қарап жасаймыз ғой. Жасағанда жастар өте жақсы сондай көмек береді. Өте жақсы, жастардың ойы да ескеріледі дейсіз ғой. Ал жастар көп деп айтып отырмыз. Қандай іріктеуден өтеді олар? Іріктеуден, мысалы, обязательно міндетті түрде кастинг жариялаймыз. Сол кастингтің барлығы өтеді. Қанша уақытта бір кастинг болады? Біз кастингті алдын ала жариялаймыз. Әлеуметтік желі бар, қазір кастинг жарияланады және көркемдік кеңес бар ұжымда. Міндетті түрде көркемдік кеңестің отырысында ол қаралады. Ол көркемдік кеңестің басқасымыз Марат ағамыздың өзі бастап отырып, келген аспапшылар болсын, ол дәстүрлі әнші болсын, биші болсын, әнші болсын, кастингқа келген адамдарды өздері таңдап, талғап алады. Өте жақсы. Жеке дауыстағы қанша әнші бар? Дәстүрлі әнші, эстрада әншілері бар. Бізде жалпы ұжымда 70-тен аса адам жұмыс жасайды. Оның ішінде жаңа фольклорлы этнографиялық ансамбль 12 деп айтып отыр ғой. Одан бөлек 15 бишіміз бар, 17 әншіміз бар деген сияқты. Техникалық жұмысшыларымыз бар, техперсоналар, администрация бар, барлығын қосқанда 70-тен аса қызметкер жұмыс жасайды. Өте жақсы. Қай жерде өтетін дайындықтарыңыз? Арнайы өздеріңіздің ғимараттарыңыз бар ма? Бізде енді арнайы ғимарат жоқ. Енді өздеріңіз білесіздер, Алматы облысы осы екіге бөлініп, қазір Жетісу облысы бөлек Алматы облысына қараймыз ғой. Сондықтан енді қазір арнайы ғимаратымыз болмағандықтан біз Тұздыбастау мәдениет үйінде уақытша орналастырылғанбыз. Сол жерде дайындықтарымыз жүріп жатады. Біз бірақ көбінесе гастроль, концертке кететін адамдармыз ғой. Бір орында тұрақталмаймыз. Келіп жұмысымызды жасап, дайындығымызды жасаймыз да гастрольге кетеміз. Концерттер қаншалықты көп? Концертіміз өте көп. Енді ол жалпы білесіздер ғой, мәдениет қызметкерлері жыл бойы демалмайды деп айта аламын. Өйткені мемлекеттік мерекелер бар, кәсіби мерекелер бар, ұлттық мерекеміз бар. Айналып жүре береді ғой. Бүгін бір мемлекеттік мерекені тойлап болсақ, артынша бір кәсіби мерекеге баруымыз керек болып қалады біреудің төл мерекелеріне. Солай қызмет етіп жүре береміз. Алматының облыстық барлық концерттерінен көремін. Барлық мәдени шараларына атсалысамыз. Иә, өте жақсы. Арнайы көліктеріңіз де бар, барып келіп. Әрине, осы облыс әкімінің қолдауымен арнайы үлкен автобусымыз бар. Былтыр ғана тағы да тағы бір көлік алдық, шағын адамға ол. Өйткені автобусымыз 37 орындық, содан кейін шағын көлік алдық, шағын әртістерді ғана апарғанға. Сондықтан ол облыс әкімдігінің қолдауы, жалпы мәдениет басқармасына алғысымыз шексіз, әрқашан қолдау көрсетіп тұрады. Өте жақсы, ешқандай қиындық туындамайды дейсіздер ғой. Шетелге қаншалықты жиі барасыздар? Шетелге енді осы соңғы 2 жылда 12 мемлекетке бардық. Өте жақсы. Міне осы санаулы күндері міне Мароккоға кетіп бара жатырмыз. Құлансыз Жылдарыңыз болсын, қандай керемет. Рахмет. Шетелге барып, осы біздің
төл өнерімізді, ұлттық мәдениетімізді әлемдік сахнада көрсетіп жатқанымызға өте қуаныштымыз. Ол да біздің Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен, мәдениет басқармасының басшылығымен ұйымдастырылып отырған дүниелер. Сондықтан соңғы 2 жылда 12 мемлекетке барып келдік. Өте жақсы көрсеткіш. Ол жаққа мына Марокко деп отырсыз ғой. Қандай концерттік бағдарлама дайындап отырсыздар? Концерттік бағдарлама болғанда тек қана аспапшылардың шығармалары керек еді. Фестиваль. Бір фестиваль. Аспаптық музыкалық фестиваль. Иә. Биыл сондай болып тұр несі ұсыныстары. Содан бір әнші жоқ, әншілер қоспаймыз, тек қана таза фольклорный Ұлттық аспаптар болу керек деді. ұлт аспаптар, фольклорный аспаптар, солардың репертуар соларға арнап, аспаптарға арнап жасалынған. Жеке орындауда да болатын шығар. Жеке орындау, ансамбль сүйемелдеумен, жеке былай домбыра, күйлер сондай бағдарлама жасады. Өте жақсы. Әлемнің түкпір-түкпірінен өздерінің ұлттық аспаптарындағы дәстүрлі орындаушылар жиналмақшы, демек. Халықаралық деңгейдегі фестиваль. Енді барғаннан кейін көреміз, өйткені әлемнің түкпір-түкпірінен жиналатын музыканттар өзімізге де өте қызықты болып тұр. Осындай үлкен халықаралық фестивальға атсалысқанымыз. Облысымыздың атынан. Сәттілік, қатты қуанып отырмын, шыны керек. Біздің мемлекетіміздің мерейін, мәртебесін асқақтатыңыздар. Рахмет. Енді музыканттардың бір ажырамас бөлігі ол гастроль туралы жаңа әңгіме қозғап отырмыз ғой. Соңғы гастрольдарыңызды еске алсаңыздар, қандай бір қызықты жағдайлар да болған шығар?
енді өнер адамдарының жүрген жерінің бәрі қызық қой. Сахнада бүкіл елге, халыққа бір концерт қойып жатсаңыз, сахнаның сыртында бір концерт жүріп жатады. Ол сахнаның сыртында болып жатқан қаншама адамның еңбегі, бізде бір әртісті сахнаға шығару үшін сахнаның сыртында қанша адамның еңбегі жататынын оны өзіңіз білесіз. Сондықтан соның сыртында қаншама қызықтар болады. Ол костюмердің, ол жаңағы звукорежиссердің жұмысы, ол режиссердің жұмысы сахнада көрінбейді ғой. Бір үкілеп бір әртісті шығару үшін қаншама адам қызмет етеді. Сондай дүниелеріміз әрине көп. Қазір енді бірден бәрі ойыма түспей тұр. Гастрольдеріміз өте көп, жалпы жаңа шетелден бөлек. Еліміздің біраз облыстарында гастрольдік сапарда болдық. Ол Шығыс Қазақстан облысы, ол Қарағанды облысы, Қызылорда, Жамбыл облысы, Шымкент қаласы деген сияқты, Жетісу облысы дарында барлық жаңа Медет мырза айтып кеткен Құлансаз туристпен көптеген облыстарда болдық. Ол енді жалпы жаңа айтып отыр ғой, үлкен бір оқиғаны бейнелейміз ол жерде. Бір концертте барлық оқиға бейнеленеді. Жаңағы елге, жерге деген сағыныш, отанға деген, анаға деген махаббат, отбасының құндылығы бәрі қамтылған бір ерекше жоба. Сондықтан сол гастрольмен көп облыстарды араладық. Халықтың қызығушылығы қандай деңгейде? Көбіне орта жас па, жастардың қызығушылығы қалай екен? Біздің концертімізде жалпы көрермендеріміз бір жастағы деп айта алмаймын. Жаңағы жастардан бастап сонау ақсақалдарға дейін бәрі отырады. Содан кейін осы уақытқа дейін мен өзім 10 жылдан аса осы ұжымда жұмыс жасап келе жатырмын басшылықта. Біздің концерттеріміз әрқашан аншлаг, овациямен өтеді. Ешқашан бір олында есімде жоқ, бір билетіміз сатылмай, не болса бір залдың бір толмай қалу деген. Сондықтан әрқашан аншлаг, овациямен өтеді. Және концертіміз өткен соң үлкен ақсақалдар баталарын беріп, жастарға сонда бір үлкен қуанышпен қайтамыз. Өнер адамдарына одан артық қандай қошемет керек? Сондай бір көрерменнің қошеметіне ие болған кезде ол үлкен бақыт, одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Одан артық марапат жоқ. Дұрыс айтасыз. Құлансаз ансамблінің қандай жаңа марапат деп отырсыз? Осы күнге дейін жетістіктерін айтып өтсек. Жетістіктеріміз өте көп. Ең үздік мекемеден бастап, ең үздік мекеме атанып қызметтік көлік алғанбыз. Жаңағы Құлансаз фольклорлы этнографиялық ансамбль Шабыт жастар халықаралық фестивальдің лауреаты, одан Көне Тараз халықаралық бізде облыстарда өтіп жататын фольклорлы байқаулар бар ғой. Солардың қанша рет бас жүлдегер, бірінші орын жүлдегерлер осындай лауреаттар бар. Сонымен қатар әншілеріміз де келіп тұрады. Ережелер түкпір-түкпірден қай жақта қандай байқаулар бар, міндетті түрде барып, міндетті түрде лауреат атанып келеді. Өйткені ұжымда барлығы кәсіби мамандар. 100% академия, консерватория бітірген кәсіби мамандар, өз орындары, әрқайсының өзінің орындары бар. Мықты мамандар. Өте жақсы. Оның бәрін енді Марат ағамыздың өзінің бастамасымен түгел таңдап солай алған әртістер ғой. Марат ағай өзі қанша жыл жетекшілік етіп келе жатыр Құлансазына? 10 жылдан бастап. 10 жыл. 10 жылы осы Құлансаз жаңа айттық қой, 10 жылы қайтадан жаңғырды ғой. 11 жыл документ жасалды, 10 жылдан құрылғанда осы ең бірінші Құлансаздың 3-ші толқынын осы Марат ағаларымыз өзі құрған ғой. Өзі іріктеп, өзі қарап. 16 жылдан асып бара жатыр. 3-ші толқынына 16 жыл болды. Енді ансамбльдің ғұмыры ұзақ болсын. Рахмет. Одан да биік белестерді бағындыра беріңіздер. Рахмет. Таудай дәрпі бар, үлкенді сыйлап құрметтеп, қазақтың ата салты бар, қазақтың ата салты бар. Болсыншы аман атамыз, болсыншы аман апамыз, тілеген дәйім жақсылық, болсыншы
құрбы құрдастар, сыр міне сырлы сырластар, сендерде сері болмаса, тамаша тойды кім бастар? Армысың қалған өнелер, ағалап алдан жүгірер, әнесі кімнің бар болса, өнері өрле берелер. Армысың қарындастарым, ақтама қарлығаштарым, сағынып келдім сендерді, дарынды жалын жастарым, ей, дарынды жалын жастарым. Жалынды сәлем жалпыңа, бас ием ата салтыма, қуана қарсы алатын, ризамын туған халқыма. Жалынды сәлем жалпыңа, бас ием ата салтыма, қуана қарсы алатын, ризамын туған халқыма. Құлансаз ұжымының алға қойған тағы қандай мақсаттары бар? Енді біз қазір ұжымымызбен бірге мына бірінші және жобамызды айтып кеттік Құлансаз сторис деп, ол яғни біздің әртістеріміздің Франкфурт әуежайында қалып қалған кішкене бір тарихы. Сөйтіп елге оралатын концерті. Екінші және айтқанымыз ғасыр маржаны. Нұрғиса Атабайұлына арналған 100 жылдығына, мерейтойына. Енді үшінші жобаға көшіп келеміз. Бәрі үлкен басшылармен өзіміздің шешілді, сөйлестік, жобаны әрине талға, ойға салдық. Сөйтіп мама деген концертіміздің алла бұйырса, мына күзгі сезонымызда көрсетеміз, премьерасы болады Алматы қаласында. Қолдаумен болады, әрине мәдениет басшыларының басқармасының қолдауларымен. Сөйтіп ол жерде енді біз 13 ән жазып жатырмыз жаңадан. Енді бұл бізде мюзикл форматына көшіп жатырмыз. Неге десеңіздер, өйткені қазір көбінесе көрерменнің бәрі жастардың, біз жастарды әрине ойластырамыз. Бізге келсін, концертті көрсін, концерт деген не екенін түсіндіргіміз келеді. Ол жерде қандай тәрбие жұмыстар жүретінін көрсеткіміз келеді. Сол үшін бұл жерде мама деген жоба бізде кино стилінде, мюзикл жанрында орындалады. Ол неге деп мама деп қойды, өйткені бұл жерде қазіргі мына енді президентіміздің жарлығы бойынша заңмен тәртіп деген жоба бар. 2030 жылға дейін жарияланған. Солда заңмен тәртіпке байланысты бір өзінің сондай үлкенді, яғни сыйлау, Заңға бағыну. Заңға бағыну, балалардың тәртіпте жүруі, сол өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды құрметтеу, сақтап қалу. Соның бәріне мама мюзиклінде, кино концертінде көрініс алады, алла бұйырса. Ендеше сәттілік күтетін боламыз. Көрермендерімізбен бірге мама жобасына барамыз деп үміттенемін. Сіздерге іске сәт тілеймін. Рахмет. Аумин, рахмет. Байлығы жатқан жалпақ жерге сыймай, кеудесі әнге сыймай, жырға сыймай, дәлиғай жырға сыймай, ай күлімдеп ай тұрған менің теріскейім, күнгейдің құрдасындай, сырласындай, дәлиғай сырласындай, айқай-ау теріскей айналайын, келбетіңнен сен бізге ақ бесіксің, тербетілген, ай сен бізге ақ бесіксің, тербетілген, ай Қаратау-ай келіншек тау, шолақ қорған, қызыл гүл босамайдай, қонақтардан, дәлиғай қонақтардан, ай Қарақұрай сарыарқаға
қарама, таңғаламын, дәриғай таңғаламын ай. Қалқағай, күнгейдегі жетер мекен, шалқыда теріскейден салған әнім, дәриғай салған әнім ай. Айғай-ау, теріскей айналайын, келбетіңнен, келбетіңнен, сен бізге ақ бесіксің, тербетілген ай. Сен бізге ақ бесіксің, тербетілген ай. Бүгінгі хабар қазақтың рухани кеңістігін байытқан, ұлттық өнердің мәні мен маңызын айқындаған тағылымды кездесу болды. Құлансаз ансамблінің өнері арқылы халқымыз сан ғасырлық мәдени мұрасы қайта жаңғырып, көрермен жүрегіне жол тапты. Әрбір күй мен ән мұнда ұлттық тарихын, мінезін, дүниетанымын бойына сіңірген рухани шежіре. Өнер мен мәдениет барда қазақ халқы мәңгі жасай бермек. Біздің бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Рухани кодымыз өз жүрегімізде екенін ұмытпайық. Келесі кездескенше аман болыңыздар.